Сәлеметсіз бе құрметті оқырман. Дәл қазір 7-ші сыныптың 6-7 есебін көрсететін боламын. Бөлшекті қысқарту. Бұл жерде есептер негізінен көп, 12 есеп берілген, бірақ мен қазір 3-еуін ғана көрсететін боламын. Ал олай болса кеттік. 3а қосылған 12b бөлінген 6ab. Алгебралық өрнектерде барынша біз тиімді тәсіл арқылы шығарамыз, ол қысқарту. Ол үшін алдымен біз қысқартатын өрнектерді бөлек ортақ көбейткіштер жақшасына шығару арқылы анықтап алуымыз керек. Демек, мұнда 3 санын шығаратын болсақ, жақшаның сыртына бізде қалады а плюс 4b. Келесі бөлімінде 3 жақшаның сыртына шығарамыз, көбейтілген 2ab. Бізде демек қысқарады 3 пен 3, нәтижесінде қалады а плюс 4b және 2ab. Келесі екіншісі 15b минус 20c бөлеміз 10b-ға тең болады. Мұнда біз ортақ көбейткіш ретінде 5 санын жақшасына шығарамыз. Жақшаның ішінде 3b азайтылған 4c. Бөлшек сызығын сызамыз. 5-ті жіберетін болсақ, жақшаның сыртына 2b-ға. Демек, бізде 5 пен 5 қысқарады. Нәтижесінде тең болады 3b минус 4c бөлінген 2b. Үшінші есепті көрсетейін. 2a минус 4 бөлінген 3a минус 2. Бұл жерде жақша сыртына біз шығарамыз. Мұнда 2 санын шығарайық, сол кезде а минус 2 қалады. Ал мұнда өзі берілген жазамыз. 3 көбейтілген а минус 2. Бізде а минус 2 мен а минус 2 қысқарады, нәтижесінде 3-тен 2 қалады. Бізге мұнда бір есеп сияды екен, жазып көрсете салайын. 15x y плюс 2 бөлінген 6y плюс 12 тең. Мұнда ортақ көбейткішті жақшаға шығару керек. Біз негізінде біз 15x-тің өзін 5x көбейтілген 3 деп алайық. 5x көбейтілген 3 көбейтілген y плюс 2. Болады ғой осылай алуымызға. Көбейту қылып алсақ та, қалай алсақ та, көбейткен кезде бәрі 15x шығып тұр. Енді мұнда бөлімінде дәл сол секілді шығарамыз. 2 көбейтілген 3 қосылған, көбейтілген жақшаның ішінде y қосылған 2 болады. Дұрыс қой, 2-ні жақшаның сыртына шығарып жүрсек. Демек, 6-ны жақшаның сыртына шығарып тұрмыз. Көбейтсек 6y қосылған 12. Дұрыс. Енді біз 3 пен 3-ті қысқарта аламыз. Және y плюс 2 мен y плюс 2-ні қысқарта аламыз. Нәтижесінде 5x бөлінген 2-ге тең болады. Бесіншісі де сияды деп ойлаймын. Бесіншісі а минус 3b а квадрат плюс 3ab. Бұл тең болады. Мұнда ортақ бөлім, яғни ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарудың қажет жоқ. Ал мұнда а минус 3b-ның өзі жазылады. А минус 3b-ның өзі жазылады. Ал мына жерде а квадрат плюс 3ab дегеніміз бізде қысқаша көбейту формуласы бар ғой, соған, яғни а квадрат минус b квадрат деген сияқты. Бұл жерде а квадрат плюс 3ab, демек а плюс 3ab
а минус 3 авға тең деген сөз. Жазайық. Жақсының шартына аны шығарып алайықшы бірінші осы жерде. Бізде керегі. Сосын мұнда бізде қалады а минус 3 б. Дұрыс қой. Енді біз қысқартамыз. Тең болады. Нәтижесінде 1 бөлінген аға. Қарап тұрсаңыздар, мұнда таңбаларында өзгеріс бар. Егер жақшаның сыртында азайту болса, жақшаның ішіндегі таңба өзгеріске ұшырайды дейді. Бізде плюс еді. Біз оны жақшаның сыртына минус арқылы өзгертіп жібердік. Есептер тиімді болған болса, қарап үйреніңіздер.